1946-1949 жылдары Қытай елінде азамат соғысы орын алды. Азамат соғысы тікелей Гоминдан пен Коммунистер партиясының арасында өтті. Бұл кезеңде Қытай Халық Республикасында саяси жағдайды дағдарыстан бастан кешіп жатқан болатын. Нәтижесінде Қытай Коммунистік партиясы жеңіске жетті. Ең алдымен Гоминдан партиясына келіп тоқталсақ, Гоминдан партиясы 1919 жылы қазан айында Сун Яцен кезінде негізі қаланған болатын. 1925 жылы Пекин қаласында Сун Яцен ауыр дерттен қайтыс болып, партияның арасында Чан Кайшидің ықпалы күшейе бастады. 1927 жылы сәуір айында Чан Кайши орталық Қытайды басып алғаннан кейін елдің астанасы Нанкинге көшірді. Нанкин үкіметі құрылғаннан кейін елде басқа саяси партияларға қысым күшейе бастады. Сонымен қатар Гоминдан партиясы елде біршама реформалар жүргізіп, елді дамытуда зор үлес қосты. Чан Кайши бастаған үкімет елді дамытуда капиталистік бағытты қарастырды. Алайда бұл бағытқа елдегі коммунистік партия келіспеді. Міне осы уақытта екі партияның арасында өзара қақтығыс басталды. Міне осы уақытты пайдаланған Жапон үкіметі 1931 жылы Қытайдың солтүстік шығыс бөлігін басып алды. Чан Кайши азамат соғысты уақытша тоқтатып, коммунистермен бірге Жапон үкіметіне қарсы соғысты. Алайда 1945 жылы Жапон үкіметі жеңіліп, 1946 жылы Қытайда азамат соғысы қайта басталды. 1949 жылы Қытай елінде азамат соғысы аяқталып, коммунистер жеңіске жетіп, гоминдтар елден кетуге мәжбүр болды. Міне осы жылдары Қытай елі Қытай Халық Республикасы деп атала бастады. Қытай Халық Республикасының төрағасы ретінде Коммунистер партиясының жетекшісі Мао Цзедун атқарды. Мао Цзедун билік жүргізген жылдары елді тез арада коммунистік қоғам құруға бағыттады. 1958 жылдары үлкен секіріс деп аталатын ауқымды реформа басталды. Реформа барысында өнеркәсіп салаларына, экономика бағыттарына көптеп көңіл бөлініп, 3 жыл ішінде коммунистік қоғам құруға ұмтылды. Алайда уақыт өте келе бұл жоспар күйреп, өнеркәсіптің қысқаруына алып келді. Елде ашаршылық басталып, елде Мао билігіне қарсы шығушылар саны көбейді. 1976 жылы 9 қыркүйекте Қытай Халық Республикасының төрағасы Мао Цзедун қайтыс болды. Мао Қытайды терең дағдарыс жағдайында қалдырып кетті. Елде 20 миллион адам жұмыссыздар, 8 миллион адам жұмыс іздеушілер қатарында, 100 миллион адам ашаршылық жағдайында өмір сүрді. 1977 жылы Қытай мемлекетінің төрағасы Дэн Сяопин билікке қайта оралды. Дэн Сяопин билік жүргізген кезеңде елде социализм бағытының дамуына көңіл бөлді. 1981-1985 жылдары Қытайға шетелден капитал тарту, ұсақ кәсіпкерлерді қолдау арқылы біршама өзгерістер жүргізілді. 1987 жылы күзде Қытай Халық Республикасында ресми түрде социализм бағытын қабылдады. Қытай тарих беттерінде Қытай Халық Республикасының негізін салушы Мао Цзедун деп санайды. Экономикалық реформалардың басты идеолог ретінде Дэн Сяопинді санайды. Достар, бүгінгі біздің 20 ғасыр басындағы Қытай туралы айтылған мәліметтеріміз осымен аяқталды. Егер сіздерге бүгінгі айтылған мәліметтер пайдалы болса, ұнаса, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.